Namaz 37. Cundub Kasri radiyallahu anhudan rivayet. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ким бағымдат намазын оқса, Алланың қарамағында болот, ошондуктан аны кыйнаба. Алла Таала өз қарамағына алған пендесі жөнүндө силерден сурак албасын. Арине, ким ал жөнүндө суралса, демек анын иши бүткөнү ошол. Бети жерге сүйрөлгөн бойдон тозокко ыргытылат, деди. Cundub Kasri radiyallahu anhudan rivayet. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ким бағымдат намазын оқса, Алланың қарамағында болот, ошондуктан аны кыйнаба. Алла Таала өз қарамағына алған пендесі жөнүндө силерден сурак албасын. Арине, ким ал жөнүндө суралса, демек анын иши бүткөнү ошол. Бети жерге сүйрөлгөн бойдон тозокко ыргытылат, деди. Cundub Kasri radiyallahu anhudan rivayet. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ким бағымдат намазын оқса, Алланың қарамағында болот, ошондуктан аны кыйнаба. Алла Таала өз қарамағына алған пендесі жөнүндө силерден сурак албасын. Арине, ким ал жөнүндө суралса, демек анын иши бүткөнү ошол. Бети жерге сүйрөлгөн бойдон тозокко ыргытылат, деди. Муслим.